Құрметті ақ жаулықты әжелер, ардақты аналар, қаракөз қарындастар, сіздерді 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларыңызбен өздеріңізге амандық, дендеріңізге саулық, ұзақ әрі шаттыққа толы ғұмыр, шаңырақтарыңызға құт береке тілейміз. Перзентке жұмсаған бала күшін, ана ырыс, бақ дәулет жұбанышың, көк бөрінің тегінен тарағандар, құтты болсын бүгінгі қуанышың. Тал бесікке тірлікті ілмек деген, мадақтауға ананы тіл жетпеген, алатаудың шыңына ту тігеді, анасына той жасап құрмет деген. Анаға арналған әндер, жырлар, ізгі тілектер, жылы лебістер қаншама. Халық арасында ана бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді деген қанатты сөз бар. Ендеше анаға арналған жырымыз, әніміз, тілегіміз ешқашан таусылмауға тиісті, таусылмайды да. Ана әлемнің шамшырағы, бесіктің иесі, өмірдің керегесі. Анаға қанша тілек, қанша мақтау мен алғыс айтсақ та аз емес. Жақсы сөз жарым ырыс демекші, анаға жылы да жұмсақ сөз айтуды, алғыс білдіру мен мейірім танытуды ешқашан ұмытпайық. Күні жеңіздер, ғұмырларыңыз ақ болсын, бақытты болыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болып, жүз жасаңыздар, аспандарыңыз ашық. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Берекелі!